Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен лағманмен нанын бір келкі қып созуды бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге су қажет, жылы, тұз салынған. Енді ұнымызды қосамыз. Он бірінші сортты кез келген ұнды қолдана беруге болады. Өзім кез келген ұнды қолдана беремін. Бір жұмыртқа. Ұнымызды кішкене қатты илейміз, нанымызды қаттырақ илеген лағман жақсы шығады. Сіздермен өзімнің лағман созу тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Суымыз жетіңкіремесе, суымызды қосып жіберуге болады. Лағманның жақсы шығуы нанымыздың тығыз илеуіне байланысты. Тығыз жақсы илесек, лағманның наны жақсы шығады. Қаттырақ илеп жібереміз. Қосамыз бір-біріне. Нанымызды жақсылап басып аламыз. Күлшелеп, түрішіктеліп қалмас үшін. Басамыз, күлшелеп аламыз. Енді бұны пакетке салып, әбден қану үшін пакетке салып қоямыз. Пакетке жылы жерде 10 минуттай тұру керек. 10 минут уақыт өткеннен кейін ақырын аламыз да тағы нанымызды күлшелейміз. Жақсылап тұрып күлшелеп аламыз. Он минутқа қайтадан қойып қоямыз. подливтарына бәрін араластырып салып, қуырып
Кішкене су құйып қайнатып, бетіне құямыз. Қамырымыз жақсылап сынса, енді алып жаямыз. Астын кішкене майлап жібереміз. Бетіне де кішкене май жағамыз. Жақсылап жайып аламыз. Жұқартамыз. Кішілеу кесіп аламыз. Нанымыз жақсы созылу үшін. Mайлаймыз да, енді жұқарта бастаймыз. Лағманның наны жақсы шығу үшін нанымыздың иі жақсы қану керек. Бәрін осылай үлкейтіп аламыз да, осындай көлемде домалақтап бұларды енді тағы бір тындырамыз. Енді бір 5 минуттай тұрса болады. Домалақтап. Өстіп орап аламыз. Бірінен кейін бірін қойған кезде кішкене майлап қоямыз. Енді тағы 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін алып соза бастаймыз. Ал енді 5-10 минут тұрып тынған нанымызды бұлай төмен қаратып аламын. Енді ең бірінші асты қынады, астынан бастаймын. Шауып қоямын. Енді лағманымыздың ең бірінші созу үшін асты тегіс болу керек. Тақтай қойсаңыздар да болады, болмаса пленкамен жайсаңыздар да болады. Ең бірінші үйреніп жатып, созып жаңадан үйреніп жатқан болса, қыз-келіншектеріміз астына қатты нәрсе қойып, тақтай нәрселер қойып созғандарыңыз дұрыс болады. әдемілеп тегіс
Енді осы нанымызды бетін жаппай ақ кішкене майлап бөлме температурасында қойып қойсақ болады. Лағманымыздың жақсы созылуы нанымыздың тынғанына байланысты. Жақсы тынса нанымыз онда үзілмейді. Жақсылап созып аламыз. Егер де сіздерге қалың керек болатын болса, қалыңдау жасаймыз. Жұқарақ керек болса, жұқарақ. Тағы осылай 2-3 рет жасаған нанымызды тағы 2-3 рет созып шығамыз осылай. Екінші рет жұқартқыларыңыз келсе, қолдарыңызбен былай жұқартуға болады. Қолымызбен бұл уақытта кастрюльге су құйып, тұз салып, қайната беруді ұмытпаңыздар. Тақтайға оқтау сияқты созғанымыз ол кішкене қалыңдау. Енді қазір қолымыздың ұстауына ыңғайлы былай созсаңыздар да болады. Енді осыны қолымызбен ұстап, қолымызға ораймыз. Үшін екінші қолымызбен ұстаймыз да қаттырақ ұрып жібереміз. Енді осы дайын нанды қайнап тұрған суымызға саламыз. Енді осы нанымызды қайнақ суға салып пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суымызға саламыз. Бұталарын бүйірінен ашып жібереміз. Жақсылап. Қайнатып алып саламыз. Суға салсаңыздар да болады, болмаса маймен майласаңыздар да болады. Өздеріңізге қарай, қалай сіздерге ұнайды, солай жасаңыздар болады. Мен суға салған ұнайды маған. Ал құрметті достар, бүгінгі жасаған лағманымыз ас болсын.